Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін сіздерге осындай ең оңай дайындалатын пирог дайындаймын. Қажетті заттарымыз: 10 жұмыртқа, қант, май, разрыхитель және де варенье қажет. Ең алдымен майымызға қантымызды, разрыхитель жұмыртқамызды жарып, араластырып алып, ұнымызды біртіндеп қосып, өте жұмсақ қамыр илеуге кірісеміз. Қамырымыз осындай болып шығады. Енді қамырымызды формамызға салып, стақанның көмегімен суымызға малып, осылай барлығын түзулеп жайып шығамыз. Суға маламыз, себебі қамырымыз стақанымызға жабысып қалмау үшін қайта малып, осылай қамырымызды барлық жерге түзулеп шығуымыз қажет. Ары қарай қолымызды суға малып, шетін осылай әдемілеп жасап шығамыз. Өйткені жаңағы вареньемізді құйған кезде және духовкаға салған кезде ағып кетпеу үшін осылай әдемілеп жасап шығуымыз қажет. Жасап болғаннан кейін вареньемізді салуға кірісеміз. Негізі өз қалауыңыз бойынша басқа да варенье түрлерін қолдануыңызға болады. Менде мұнда клюкваның вареньесі болды, соны қолданып жатырмын. Қасықтың көмегімен барлық жеріне осылай түзулеп жағып шығамыз. Пирогымыз міне осындай болып шығады. Енді қызып тұрған пешімізге 150 градуста жарты сағатқа сәл қызарғанша, яғни пісіріп алуымыз қажет. Пирогымыз бізде осылай әдемі қызарып, жақсы болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.